Ағымдағы жылдың 2 сәуірінде Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің номер 72 бұйрығымен педагогтарды аттестаттаудан өткізудің жаңа қағидалары мен шарттары бекітілді. Аталған қағидаларда тестілеу өткізу кезінде бұзушылықтарға жол берген педагогтерді тестілеуден шеттету мерзімі 5 жылдан 1 жылға дейін қысқартылды. Былтырғы жылы тестілеуден шеттетілген педагогтар ағымдағы жылы тестілеуге қатыса алады. Педагогтың білімін бағалауды өткізу талаптарын бұзу деректері қайта анықталған жағдайда педагог 5 жылға, білім беру ұйымының басшысы 3 жылға аттестаттаудан өтуге жіберілмейді. Тест нәтижесімен келіспеген жағдайда педагогтың тестілеуді өткізу залынан шықпай-ақ әрбір тапсырма бойынша дәлелдеме негіздемесі мен компьютерлік апелляцияға өтініш беруге құқығы бар. Тестілеу өткізу залынан шыққаннан кейін апелляцияға педагогтың өтініші қабылданбайды. Апелляцияны өткізу үшін білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Комиссияның құрамына мемлекеттік органдардың өкілдері, білім беру ұйымдарының педагогтары кіреді. Комиссия өкілеттілігінің қолдану мерзімі 1 жылды құрайды. Комиссияның шешімі хаттамамен рәсімделеді. Апелляцияны қарау мерзімі 15 жұмыс күнін құрайды.